Алғадан қорықпай ма, жағастарлығы жағдай өлтіріп кетті. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етмелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Алматыда ерлі-зайыпты зейнеткерлерді өлтіріп кеткен полиция мәліметінше күдікті қарт кісілердің табысы болған. Алматы қаласында жер үйлердің бірінде ерлі-зайыпты қарт кісілердің мәйіті табылды. Ер адам 87 жаста, ал әйелі 89 жаста болған. Алматы қалалық полиция департаменті кісі өлтірді деген күдікте бойынша 56 жастағы әйелді ұсталғанын хабарлайды. Полиция мәліметінше қарт кісілердің танысы болған. Түркісіб ауданындағы полиция басқармасы кісі өлтірді дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Алдын ала мәлімет бойынша 56 жастағы әйел жанжал кезінде өзінің таныстарын өлтірген. Уақиғаның басқа мән-жайларын анықталып жатыр деп хабарлайды ПД баспасөз қызметі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау-саламат болыңыз.